Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Параграф 37. Үйірменің үйретері көп. Бірінші тапсырма оқылым. Мәтінді оқып ат қойыңдар. Мәтінде көтерілген мәселе бойынша өз ойларыңды ортаға салыңдар. Астанадағы шығармашылық техникалық орталыққа келетін балалар шетінен өнерлі. Солардың бірі Нұрдәулет Құттыбек. Небәрі 9 сыныпқа көшкен жеткіншектің 20-дан астам медалі бар. Өзі өте ашық, әңгімешіл екен. Мұнда келгеніме 4 жыл болды дейді Нұрдәулет. 5 сыныпта жүргенімде осы кабинеттің жанынан өтіп бара жатып бас сұқтым. Ағай балаларға жаңа кеменің сызбасын түсіндіріп жатыр екен. Қызығып кетіп ертеңіне дереу үйірмеге жазылдым. Былтырғы жарыс Павлодарда өтіпті. Нұрдәулеттің кемесі қазылардың көңілінен шығып, 2 күміс пен 1 қола жүлдені еншілепті. Бір қызығы қатысушылардың көбі өзара жүз таныс болып қалған. Сендердің тәжірибелерің де зор ғой онда. Бәйгеге жаңадан қосылып жатқан құрдастарың қандай қателік жібереді? Кемелері аударылып қалып жатады, немесе басқару тетігі дұрыс істемейді. Кейбіреулері үйінен құрылғысын дұрыс қуаттамай келеді. Қысқасы, істерінен шалалығы көрініп тұрады. Нұрдәулеттің арманы ұстазы секілді білікті техник болу. Болашақта заман талабына сай жаңа құралдарды ойлап тапқысы келетінін де жасырмады. Өнерпаз өренге сәттілік тіледік. Ұлан газетінен. Енді сұрақтарға жауап берейік. Үйірмеге нешінші сыныптан бастап барғанды дұрыс деп санайсыңдар? Өз мектеп қала ауылдарында қандай үйірмелер бар екенін білесіңдер ме? Меніңше үйірмеге 5 сыныптан барған дұрыс деп ойлаймын. Біздің мектепте күрес, домбыра, би, шахмат үйірмелері бар. 3. Мәтінге ат үйірменің пайдасы. 2. Тапсырма. Уақытты білдіретін күрделі сөздердің мағынасын анықтап түрлеріне қарай біріккен сөз, қос сөз, қысқарған сөз, тіркесті сөз топтастырыңдар. Алагеуім, ақшам, километр сағат, сүт пісірім, бейуақыт, қас-қағым, таң сәрі, тал түс, елең алаң, бие сауым, халықаралық атомдық уақыт. Алагеуім, таң енді атып келе жатқан шақ. Ақшам, күн батар уақыт. Километр сағат, сүт пісірім 10-15 минут уақыт. Бейуақыт, күн батқаннан кейінгі уақыт. Қас-қағым 1-2 секунд. Таң сәрі, жерге жарық түсе бастаған кез. Тал түс, күннің тас төбеге келген кезі. Елең алаң, таңертеңгі мезгілде айналаның әлі жарықтанбай, сәл ғана бозғылт тартқан кезі. Бие сауым, 1 сағаттай уақыт шамасы. Хау, халықаралық атомдық уақыт. Біріккен сөздер мұнда алагеуім, ақшам, сүт пісірім, бейуақыт. Қос сөздер қас-қағым, елең алаң. Қысқарған сөздер километр сағат, хау. Тіркесті сөз таң сәрі, бие сауым. Оқылым мәтінде қою қаріппен берілген сөздер тұлғасы мен құрамына қарай ажыратыңдар. Орталыққа тұлғасына қарай дара, құрамына қарай туынды сөз. Нұрдәулет тұлғасына қарай күрделі, құрамына қарай біріккен сөз. Құттыбек тұлғасына қарай күрделі, құрамына қарай біріккен сөз. Жеткіншектің тұлғасына қарай дара, құрамына қарай туынды сөз. Әңгімешіл тұлғасына қарай дара, құрамына қарай туынды сөз. Сызба тұлғасына қарай дара, құрамына қарай туынды сөз. Қатысушылардың тұлғасына қарай дара, құрамына қарай туынды сөз. Өзара жүз таныс тұлғасына қарай күрделі, құрамына қарай тіркесті сөз. Тағы басқа. 4. тапсырма. Абайдың ұлағатты сөздерін түсініп оқып жаттап алыңдар. Егер ісім өнсін десең, ретін тап. Еңбек қуаныш, жалқаулық арылмас азап. Еңбексіз мал дәметкен қайыршылық. Жұмысы жоқтық, тамағы тоқтық, аздырар адам баласын. 5. тапсырма. Балалар мен жасөспірімдерге үйірмелерге қатысудың пайдасын түсіндіру мақсатында жарнама дайындап, галереяны шарлау әдісімен ең үздігін анықтаңдар. Жарнама. Күнделікті сабақтардан шаршадың ба? Бос уақытыңды пайдалы өткізгің келе ме? Жаңа достар тауып өзіңді дамытқың келе ме? Егер иә болса, онда біздің үйірмеге қосылуға шақырамыз. Біздің үйірмеде жаңа білімдер мен дағдыларды игересің. Мысалы, үйірменің бағыттары көрсетілген: бейнелеу өнері, робототехника, шешендік, би, спорт саласындағы білікті мамандар сабақ береді. Шығармашылығыңды дамытасың, өзіңнің шығармашылық қабілеттеріңді ашып, жаңа жобалар жасауға мүмкіндік аласың. Жаңа достар табасың, сол қызығушылықтары бар тең құрбылармен дос боласың. Өзіңе сенімділік артады. Жаңа дағдылар сенің өзіңе деген сеніміңді арттырып, өзіңді тануыңа көмектеседі. Бос уақытыңды пайдалы өткізесің, уақытыңды босқа өткізбей өзіңді дамытасың. Қызықты іс-шараларға қатысасың, концерттер, байқаулар, экскурсиялар және басқа да қосымша іс-шаралар сені күтеді. Біздің үйірме бұл: көңілді және достық атмосфера, білікті және тәжірибелі мамандар, жаңа танымдар мен тәжірибелер, болашақ жетістіктерінің негізі. Қосылу үшін байланыс нөмір немесе электрон пошта мекен-жайы арқылы хабарласыңыз. Күтіп қаламыз.
Алтыншы тапсырма. Эссенің кіріспе негізгі қорытынды бөлімдерін сақтай отырып, оқуда табысқа жету үшін не істеуім керек тақырыбында эссе жазыңдар. Оқуда табысқа жету бұл тек жақсы баға алу ғана емес, білімді терең меңгеру, өзін-өзі дамыту және болашаққа сенімді қадам басу үшін қажетті негіз. Бұл мақсатқа жету үшін бірнеше маңызды факторларды ескеру қажет. Біріншіден, оқу процесіне жауапкершілікпен қарау керек. Бұл дегеніміз сабақтарға дайындалып, барлық тапсырмаларды орындау, мұғалімдердің түсіндірулерін мұқият тыңдау және өз біліміңізді үнемі жаңартып отыру. Тек осы жағдайға ғана білім терең және берік болады. Екіншіден, оқу әдістерін жетілдіру қажет. Әркімнің өз оқу стилі болады, сондықтан өзіңізге ыңғайлы әдістерді табу маңызды. Мысалы, кейбіреулер дауыстап оқуды жақсы көреді, ал кейбіреулер жазып отыруды ұнатады. Оқу процесін әртүрлі ету материалды жақсы меңгеруге көмектеседі. Үшіншіден, оқу үшін қолайлы орын мен уақыт таңдау маңызды. Тыныш және шоғырлануға қолайлы орын табу оқу тиімділігін арттырады. Сонымен қатар оқу үшін белгілі бір уақыт бөліп, оны жүйелі түрде ұстану керек. Төртіншіден, өзіңізге сенімді болып, мақсатқа жетуге табанды болыңыз. Оқуда қиындықтар болмауы мүмкін емес, бірақ қиындықтардан қорықпау және оларды жеңу жолдарын іздеу керек. Өзіңіздің жетістіктеріңізді тойлап, өзіңізге деген сеніміңізді арттырыңыз. Қорыта айтар болсам, оқуда табысқа жету үшін жауапкершілік, тиімді оқу әдістерін қолдану, оқу үшін қолайлы орын мен уақыт таңдау және өзіне деген сенім қажет. Тек осы жағдайда ғана оқу нәтижелі болып, болашаққа да табысқа жетуге мүмкіндік береді.